Қазақстанда ерекше мүлде басқаларға ұқсамайтын фильм көргіңіз келсе, назар аударыңыз. Айтөре Жолдасқали өзінің дебюттік толық метрлі картинасын түсіруде, және ол қазақ рэпі жайлы болмақ. Фильм жасағанда маған өте маңызды, чтобы мен теманы өзім білетіндей, және де өзім бағанағыдай сезінетіндей сондай тема болғандықтан маған оңай жасау, және де мен түсінемін, және де ішіндегі бір фишкаларын, және де маңызды заттарына, детальдарына акцент жасай аламын. Сондықтан маған өте ұнайды, мен өзім рэп тыңдаймын, рэптің фанатымын. Бұл идеяны бірнеше жылдар бұрын өзі музыкалық бірлестігімен бірге ойлап тапқан. Осы тақырыпта сериал жасаймыз деген жоспар болыпты. Кейін Игорь Цай, Максим Акбаров сынды продюсерлер табылып, толық метражды фильм түсіруге бел буған. Онлайн кастинг жасадық, үлкен бүкіл Қазақстаннан жаңа адамдар іздегіміз келді, және де Қазақстанда рэперлер в целом танымал емес, рэпер болғысы келетін адамдар көп. Сондықтан біз әртүрлі қалалардан іздегіміз келді. Сол онлайн кастинг арқылы көп мыңдаған шақты адамды қарадық. Енді ең қызығы сол мыңдаған адамдардың арасынан суырылып шыққандармен таныстырайық. Назарларыңызға басты рөлдердегі үштік. Бәріңізге сәлем, менің есімім Демеу, ал фильмде есімім Ғани болады. Менің атым Досан, фильмде есімім Сапар болады. Менің атым Алмаз, фильмде Дархан. Үшеуінің де бұл дебюттік рөлдері. Айтөре актерға рэпер еткеннен гөрі рэперден актер шығару оңай дейді. Таңдалған жігіттердің жүздері таныс болмаса да хип-хоппен бұрыннан айналысып келеді. Әрине, рэпті мен мысалы Өскемен қаласында 10 жыл бұрын бастағам. Нечайно, FL Studio деген программаны скачать етіп, ойын ба деп ойлақап. Сосын ары қарай сөйтіп музыкаға кіріп кеттім. Рэперлармен күнде көрсем, фристайл, зачитать, залететь, но андай ешқашан ойламаппын планда, мен кейін рэп-артист болам деп. Досанның авторлық туындысы фильмде саундтректердің бірі болмақ. Кішкене спойлер жасап, үзіндісін тыңдатайық. Көп тыңдамасын ғой. Асап. Бұл аз десеңіз Досаннан бір рэп. Неге шеккен адамда көңкі уақытшы кейде арақтан татып жатқан адам айтады қанақ шөпті шегу ғанақ менде план қол шатыр көмексіз пицца мысыдам все ары қарай айтпай қойық. Шулама. Әдетте рэперлар шулайды ғой, атауы неге мұндай? Біз соны ойладық, ол наоборот обратный эффектпен жұмыс істесе, және бізде фильмде сондай месседждер бар. Тыныш жүр, шулама, соның бәріне қарсы шығу керек, өзін көрсету керек, рэперлардың болсын, басқа творчество болсын, өзінді көрсетіп, ұялмай, наоборот, жанып, айқайлап көрсетіп деген секілді сондай бір ойымыз бар. Екінші мағынасы шулама, дыбыс жазылып жатыр деген студияның иконкасына ұқсайды. Фильмде достық, күрес және рэп әлеміне саяхат жасайсыз. Бұл жерде ауылдық жігіттердің хип-хоп әлеміне келуін көрсетеміз, және қандай жағдайларды басынан кешіргендері бейнеленеді. Психологиялық жағынан барлығын өттір нүктесіне дейін көрсететін боламыз. Тұсаукесер келесі жылдың күзінде. Түсірілім тобына сәттілік тілейміз. Шулама!